Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Дана. Бүгін осындай салфеткамен кольцалар жасайтын боламыз. Ең алдымен салфеткамызды кесіп аламыз. Біздің өлшеміміз 45-45 см. Әр шетін осылай 1 см қайырып үтіктеп шығатын боламыз. Салфетканың көлемі негізі әртүрлі бола береді, өз қалауларыңызбен. Төрт жанында осылай 1 сантиметрмен үтіктеп шыққаннан кейін қайтадан қайырып 2 сантиметр көлемінде осылай 2 қайтар қайырып үтіктеп шығатын боламыз. Салфетканы барлық жағын үтіктеп болғаннан кейін осылай біткен жерінен белгі қоямыз, бұрышына нүкте қоямыз. Белгіленген жерлерді бір-біріне қаратып, булавкамен қадап аламыз да, белгіленген бұрышынан осы булавканың басы қадалған жерге дейін тігіс жүргіземіз. Артық қалған жерлерін қиып тастаймыз, бұрышты да кішкене кесіп аламыз. Қазір бізге оңға қаратқанда қалыңдық бермес үшін. Салфетканың барлық бұрыштарын осылай тігіп шығып, бұрыштарын оңға қаратып, кейін машинкамен тігіп шығатын боламыз. Бізде салфеткаларымыз дайын болды, 14 штук шықты. Яғни біз қазір салфеткаға 14 штук кольца жасайтын боламыз. Кольцаларымызға пердеге қолданатын ең қарапайым люверсі қажет болады. Бұл өте қолжетімді бағада, ең арзанын сұрасаңыздар перде сататын жерлерде болады. Одан кейінгі бізге керегі атласная лента, клей, пистолет, одан кейін метражный гүлдер. Мен өзім тапқаным осы болды. Негізі сіздер искусственный гүлдер, жапырақтар, тағы да бір мысалы өсімдік, искусственный жаңағы жеміс болса, сондай қолдана берсеңіздер болады. И осындай кішкене моншақтар қолданатын боламын. Ең алдымен біздің осындай ашық тұрған люверсыларымызды дұрыстап жауып аламыз. Одан кейін бізге қажетті лентамызды кесіп алатын боламыз. Лентаның ұзындығы өздеріңіз көзбен қарайсыздар, нақты бір ұзындық жоқ. Менде өзім көзбен примерно қарап кесіп аламын да. Қазір люверсымызды орап шығатын боламыз. Осылай клей жағып, клейдің көмегімен лентамызды орап шығатын боламыз.
міне біздің кольцаларымыздың бәрі лентамен оралды. Енді қазір осыған метражный гүлдерімізді кесіп аламыз, қажеттісін, и клеймен жабыстыратын боламыз. Гүлдеріміздің арасына да кішкене моншақ жабыстыратын боламын клейдің көмегімен. Міне біздің кольцамыз дайын болды. Ұнаса каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар.